Құрметті ата-аналар, ағымдағы жылдың 8 айында полиция есірткі таратуға қатысқаны үшін 30 кәмелетке толмағанды ұстады. Есірткі жасырумен айналысатын 14 жастағы жасөспірімдер де кездеседі. Олар есірткі қылмысының жекелеген түрлері бойынша ересектермен бірдей қылмыстық жауапкершілікке тартылады. Полиция қызметкерлері барлық оқу орындарында құқықтық түсіндіру жұмыстарын жүргізеді. Жыл басынан бері 725 мың адамды қамтитын 9738 түрлі профилактикалық іс-шаралар өткізілді. Басты назарда жоғары сынып оқушылары және ата-аналарының жырақта тәуелсіз өмірді бастаған 1-2 курс студенттері. Полиция көбіне болып қойған фактілермен жұмыс жасайды, ал ұсталған жасөспірімдер үшін құқықтық салдарды туындайды. Осыған байланысты біз сіздерді балаларыңызбен олардың барлық әрекеттерінің құқықтық салдары туралы сөйлесуге шақырамыз. Жасөспірімдердің өміріне барынша қатысыңыз. Егер олар заңсыз әрекетке тартылса, сізге айтудан қорықпауы керек. Балаларыңыздың ортасын біліп, олар пайдаланатын интернет ресурстарды бақылауыңыз қажет. Жасөспірімнің заттарындағы кез келген дәрі-дәрмек қаптамаларына, фольга, шыны түтіктерге, тамшыларға назар аударыңыз. Мұның бәрі синтетикалық есірткіні қолдануға арналған құрал бола алады. Егер жасөспірімнің үлгерімі күрт төмендеп, сабаққа келмеуі артып, қарым-қатынас айналасы өзгерсе, бұл ата-аналардың күдігін туғызуы тиіс. Есірткіні қолданудың жанама белгілері көңіл-күйдің жиі өзгеруі, ашуланшақтық, апатия болуы мүмкін. Жасөспірімнің есірткі таратумен айналысатын тағы бір белгісі көп ақша, қымбат заттарды сатып алуы. Егер баланың телефонында, мессенджерлерде геолокациялар бар белгілер, есірткі жасырылған жерлердің фотосуреттері, үй қабырғаларындағы, стендтердегі басқа да жазбалар болса, бұл да күдік туғызуы керек. Естеріңізге сала кетейік, есірткі қылмыстары үшін қылмыстық жауапкершілік 16 жастан, ал қылмыстарды жекелеген құрамы бойынша 14 жастан басталады.